Таңертең ертерек тұрып триатлон паркіне жүгіруге келсек, триатлон паркінде Есілдің жағасында киіз үй құрулы тұр екен. Қарасаң кәдім көзіңе жылы ұшырайды. Міне Есілдің жағасында ар жағында ремонт жүріп жатыр. Біраз уақыт болды ремонт жүргеніне. Есілдің жағасын жиегін абаттандырып жатыр. Бұл жерде әдемілеп жатыр. Халыққа қолайлы жағдай жасап жатыр. Тура сол жерге киіз үй тігіп қойыпты. Астананың ортасында киіз үй тігулі тұрғаны ерекше өзгеше көрінеді екен. Мына жақтан адамдар спортпен айналысып жатыр. Біреу турнигін тартып жатыр. Әркім өзіне қолайлы ұнайтын дүниелерін жасап жатыр. Сол тұста киіз үйдің тігулі тұрғанында ерекше көрінеді екен. Ар жағында Абу Даби Плаза. Бұл Ерке Есілдің жағасы ғой. Жағасында мына көк майсаңның үстіне киіз үй тігіп қойғаны ерекше, өзгеше, көзге жылы көрінеді екен. Талдың ар жағында Ақорда тұр. Шынын айтсам, Ақордаға жақын жерде киіз үйдің өстіп құрулы тұрғанын көрмегелі біраз уақыт болған еді. Бір жылдары Астананың туған күні болатын кездерде парк жақтарда киіз үй тігетін. Дәл бұлай, бірақ осы Ақордаға жақын әкеп киіз үй тіккенін көрмеппін. Сондықтан бұл киіз үйді енді мен ойлаймын, бұл жерде жұмыс жасап, іс атқарып жатқан жандар осында кіріп демалатын шығар, шай тамақ ішетін шығар. Десе де мына триатлон паркында тек қазақтар ғана емес, өзге ұлттар, өзге мемлекеттен келген қаншама адамдар осы жерде жүріп жүреді. Соларды көріп өтеді ғой. Енді бұл қарап, қазақтың көшпенді кезіндегі, қазақтың ерте ата-бабалары тұрған үйлер осындай болған екен ғой. Сән салтанаты жарасқан үйлер болған екен ғой деп, әппақ болған екен үйлер деп қарап өтетін шығар. Міне бұл жақта ремонт жүріліп жатыр. Бұл жерде Алла қаласа бұйырса керемет, ғажап боп көрінетін шығар. Заманауи үлгіде небір дүниелерді қазір жасап жатыр ғой. Қазақта 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан жаңа дейді ғой. Көп дүние өзгеріп жатыр. Сондықтан бұл жасап жатқан, абаттандырып жатқан Есілдің бойы бұрынғысынан да ерекше боп, ғажап боп құлпырып кететіні сөзсіз. Ал біз енді ары қарай жүрісімізді, жүгірісімізді жалғастырайық. Осы жер қаншама елдің кеп демалатын орны.